Қазақстан Республикасы парламенті тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй қор жөніндегі заңға толықтырулар енгізбек. Әзірге жаңа заң жобасы мақұлданған жоқ. Қазіргі уақытта талқыланып жатыр. Жоспарға сәйкес тың заңнамада біріншіден тұрғындардың құқықтарымен қатар міндеттері кеңейтіледі. Екіншіден үйдің минималды эксплуатациялық шығынын мәслихат бекітеді. Ол яғни қазіргі пәтер иелеріне төленетін қаражат. Үшіншіден баспананы қалыпта ұстауға қатысатын сервистік компаниялар мен басқарушы өкілдердің құзыреттілігі артады. Управление домом, она будет в двух видах. Заң қабылданған уақытта бұрынғы пәтер иелері кооперативі орнын мүлік иелерінің қоғамы басады. Заң жобасы үйді басқарудың екі түрімен жүзеге асады. 10 пәтерлі баспаналар шағын серіктестікке кіреді, ал тұрғындары көп үйлер мүлік иелері қоғамына кіреді. Айта кету керек, бұл заң 1997 жылдан бастап Қазақстанда жұмыс істеп келеді. Мұндай ауқымды толықтырулар бұдан бұрын енгізілмеген.